Кішкентай ғана ұлулар туралы қызықты дерек айтайын. Олардың жүйке жүйесі 20 мың нейроннан тұрады екен. Тағы бір қызық мәлімет, ұлуда 25 мың тіс болады. Бірақ олардың барлығы бір қатарда орналаспаған. Біле білсеңіздер, оңтүстік және оңтүстік батыс Европада ұлуларды тағамдық мақсатта қолданады. Ұлу етіндегі ақуыз тауық етіндегі ақуыздан көбірек келеді екен. Тағам дейсің. Оны тіпті қыз-келіншектер ұлулармен емделіп, әсемдеп ажарлана түсуге тырысады. Кезекте Шырайлы Майдары ұлу терапиясының құпиясын бірге білейік. Жәшік ішінде жатқан мына ұлулар қазіргі кезде сұлулық кілтіне айналды десек артық болмас. Өйткені үнемі ажарлы болуды қалайтын көп қыз-келіншек өздерінің бет-әлпетін осы бір жәндікке сеніп тапсырған. Десек те ұлу сұлу болуға көмектеседі деп топырақта тіршілік ететін кез келгенін пайдалануға тағы болмайды. Мысалы, қазір сән әлемінде қолданылатын ұлу ахатин деп аталады. Оны бетке қоймас бұрын жылы суға бір салып алу керек. Содан кейін теріні жақсылап тазалап, ылғалдандырған соң ұлуды бетке қоюға болады. Жәндік ешқандай ауру жұқтырмайтындықтан бірнеше рет пайдалану мүмкіндігі бар. Соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстандағы тұрғындар, қыз-келіншектер қолданып жатыр. Ұсынысқа ие болып жатыр. Осы соңғы 2 жылдың ішінде деп те айтуға болады. Барлық қыз-келіншектер тек ұлумен ғана бетін әрлеп, әсемдеп, күтініп жатқан келіншектер өте көп. Мамандардың сөзінше, ахатин ұлуларының шырышында асы дәрумендері мен гиалурон қышқылы кездеседі екен. Ұлумен жасалған массаждан кейін осы дәрумендер бетке біртіндеп сіңеді. Тиісінше терге сіңген сұйықтық беттің ажарлана түсуіне көмектеседі. Ұлумен массаж 10 күндей үзбей жасалу керек. Одан соң ешқандай опа-далапты пайдаланбаған жөн. Оның орнына ұлудан жасалған ылғалдандырғыш кремдер қолдансаңыз, сұлулық үшін жасаған әрекетіңіздің жемісін көресіз. Маржан Нүсіпбек, Айтжан Отызбаев, арнайы Қайырлы таң үшін.